Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбай тұғын адамның алтындығы. Қуанышгүл әпкейім, сізді бүгінгі 2013 жылдағы қаңтардың 5-інде өтіп жатқан мейрамыңызбен құттықтаймын. Осыншама еңбек етіп, барша студенттерге, барша оқушыларға, маған, менің сыныптастарыма, менің алдындағы оқушыларға, менен кейінгі оқушыларға беріп жатқан біліміңіз, берген біліміңіз менің өмірімде үлкен көмек берді. Және де сізді бізге берген уақыт ең тамаша жастық кез, ең тамаша уақыт. Біздің жай баладан адам болуға өзгертілетін уақыттардың бірі. Сізге үлкен зор денсаулық, ашық аспан, әрбір күн махаббатпен өтуіне, әрбір күн бір тамаша болып өтуіне тілектеспін. Және де қастарыңызда отырған барша, бүгінгі мейрамда отырған барша адамдарға, барша таныстарға, достарға, бауырларыма, інілеріме, қарындастарыма, ағаларыма, үлкен ағаларға бәріне сәлем айтамын. Менің атым Қанбек, мен Қуанышгүл әпкейдің 11-ші А сыныбының оқушысымын. 11-ден кейін басқа номер жоқ екен, сол үшін жалпы өзіме, жалпы сыныптастарыма, жалпы мектепке 11-ші А деп есімде қалған. Сол сіздердің бәрлеріңізге, мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Бүгінгі тамаша кешті, тамаша сөздермен, тамаша бимен, тамаша әндермен өткізулеріңізге тілектеспін. Қолыма микрофон алған себебім, сіздер сол жерде отырғандарыңызға бір қуанып отырмын, және де бір сіздердің алдарыңызда сөйлеп отырғандай болып отырмын. Сол үшін микрофонымның еш нәрсеге қосылмағанын көріп тұрсыздар, бірақ шын жүректен сіздердің қастарыңызда болғандай бір сезімде болып отырмын. Үлкен денсаулық бәрлеріңізге, ашық аспан, көп махаббат, адамға деген махаббат, іні ағаға, қарындас әпкеге, жалпы бәріміз махаббатта болуымызға тілектеспін. Бүгінгі кешті жарықты қылғы көріңіздер, жылы қылыңыздар, үлкен сөздер айтыңыздар, билеңіздер, өлең айтыңыздар, қуанышта өткізіңіздер. Сол осылай сөзімді сіздерге айтқым келіп отыр. Егер мүмкіндік болса, видеода көретін шығарсыздар. Сол бұл мен Қанбек, және де Қуанышгүл әпкей, сіздің немереңіз, сізге бір-екі сөз айтсам ба дейді. Атабек. Can you bring Атабек? Мынау Атабек сізге бір-екі сөз айтам дейді. Атабек бір-екі сөз айтшы. Саламатсыз ба, Қуанышгүл әпкей? Саламатсыз. Осы міне сіздің немереңіз 9 айлық. Сөйлейін десе әлі сөз білмейді. Сол үшін бәрлеріңізге менің атымнан, Атабектің атымнан, жұбайымның атынан үлкен сәлем айтам. Құттықтаймын, мерекелеріңіз құтты болсын әпкей. Сау сәлематта болыңыздар. Иншаллах 3-4 айдан кейін Қазақстанда болсам, келіп осы видеоны қараймыз, және де бәрлеріңізбен кездесуге тырысам. Сау сәлематта болыңыздар. Кештеріңіз жарық болсын, күндеріңіз ашық болсын. Аумин. Amen.